Адам мінезінде 3 алтын қасиет бар: төзімділік, қанағатшылдық, үнсіздік сақтай алу. Өмірде кейде бұл қасиеттер ақылдылық, талант, сұлулыққа қарағанда көп көмектеседі. Өмір баспалдақ тәрізді. Биікке шығарда жолыңызда кездескен адамдармен сәлеміңіз түзу болсын. Сонда баспалдақтан қайта түсер жолыңызда өздері сізге қолдарын созатын болады. Бақытты болғың келсе, адамдар мен дүниеге байланбай, мақсатыңа қарай қадам бас. Жаратқан біздің кіммен бақытты болатынымызды біледі. Сондықтан керек емес адамдардан айырып, басқа жандарға қосады. Я Алла, қиыншылық келсе сабыр менен төзім бер. Бақыт берсең бағалауды қосып бер. Бір өзіңді ұмытпаған пенденің жүрегіне иман нұрын төгіп бер. Болашағын қатты уайымдаған адам бүгінгі күннің бақытынан айырылады. Тағдырдың үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіңе қайта оралады. Бұл ешқандай жаза да, сый да емес. Бар болғаны әлем солай жаратылған. Ақымақтығыңды өзің ұғып түсінсең, ақылды болғаның. Ал өзіңді ақылдымын деп сенсең, нағыз ақымақсың. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзанқол достар мен нағыз дұшпандарың көбейеді. Адам өмірге, мынау жарық дүниеге жылап келеді. Ата-ана, туған туыс айналасы шат-шадыман қуанады. Кетеріңде өзгелер жылап, өзің ризашылықпен қуанып кететіндей істе. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге, өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Арман жаста да, кәріде де болады. Адамның ой арманы ешқашан таусылмайды. Оны орындауға жолың таусылады. Егер сіз дұрыс жолмен келе жатсаңыз, әрі осы жолмен жүре берсеңіз, соңында сәттілікке жетесіз. Өз қателігіңді мойындауға батылың жеткенде ғана оған кешіріммен қарауға болады. Кейбір нәрселер оны жасап көрмейінше қолыңнан келмейтіндей көрінеді. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес. Маңыздысы қаншалықты пайдалы болғаныңызда. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды. Кемел адам кемшіліктің бәрін өзінен, бос адам басқалардан іздейді. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен, арттағыға сөзің мен ісің қалса, өлсең де өлмегенге боласың тең. Арыңа сыймағаннан аулақ бол. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Бүгінгі тұрған жерің бұрынғы ойың мен сөзіңнің нәтижесі. Ал бүгінгі ойың мен сөзің ертеңгі күніңнің нәтижесі болмақ. Ендеше бүгіннен ой мен сөзге ие болайық. Басыңа іс түссе, жаман дос алыстап жүрер, жақсы дос жанында жүрер.
Жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Жаныңдағы жанашырыңды, сенің бар қатеңді кешіріп, саған қамқорлық танытқаны үшін оны алақаныңда аяла. Өйткені өмір бізді ондай адаммен бір-ақ рет жолықтырады. Өмір жолыңызда кездескен адамдар сізге бекер жолыққан жоқ. Олардың біреулері сізге өмірлік сабаға келіп, сізді шыңдай түссе, ал біреуі бақыт пен қуаныш сыйлайды. Ішкі жан дүниеңізді өзгертпейінше, басқа елге көшіп кетсеңіз де, басқа адаммен жолықсаңыз да, келбетіңізді өзгертіп тастасаңыз да, бақытты бола алмайсыз. Бір адамнан жылулық күтіп, өмір бақи қиналғаннан гөрі, онымен қоштасып, бір рет қана қиналған артық. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Кейде өмір сізді өзіңіз қалаған адамдармен емес, сізге керек адамдармен жолықтырады. Олар сізге қиындық тудырып, махаббатын сыйлайды. Кейде өмірлік сабақ үйретіп, жаныңызды жаралайды. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес, маңыздысы Аллах разы болса болды. Әрекет мыңдаған қажетсіз айтылған сөздерден артық. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса елге дәулет құра алмаған, күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан.